Чем выше голос, тем ниже интеллект. Эрнест Ньюман. Неқұрлым адамның дауысы жоғары болған сайын, сол құрлым оның интеллектісі төмен деген екен Эрнест Ньюман. Бұл қаншалықты рас? Талқылап жіберейік. Чем выше голос деп тұр, яғни даусыңыз неғұрлым жоғары болатын болса. Мысалға, осылай сәл ғана жоғары дауысты көтерген уақытта бұл бізде жоғарғы дауыс болып саналады. Дәл осы жоғарғы дауыс иегерлері интеллектісі төмен деп саналған екен. Неге? Себебі мысалға төмен дауысты ең мысты адамдар бұл бізде ер кісілер. Дауыстары өте төмен, айтқан сөздерінің барлығы салмақты. Мысалға, көріп тұрсақ, ер адамдардың сөздері көбінде салмақты болып келеді, және көбінде ер кісілердің айтып тұрған дүниесіне біз еріксіз сенеміз, еріксіз құлақ асамыз. Дәл солай мінекей әйел адамдардың да көбінде дауысы төмен болған уақытта ол кісілердің мысы да күштірек болады. Дауыс неғұрлым жоғары болған сайын бұл жерде сенімсіздік пайда бола бастайды. Кішкентай баланың дауысы қосылып кеткендей болады. Сондықтан да адамның дауысы төменірек болғаны абзал делінген барлық ақпараттарға сенсек. Мысалға қарап тұрсақ, Алла тағала бізді дұрыс демалумен жаратты. Дұрыс демалмағандықтан біз осылай даусымызды құртып аламыз бала күннен. Қарап тұрсаңыздар, 90% әйел адамдар даусын жоғалтқан болып саналады. Ал 80% ер кісілер керісінше дауыстары табиғи болып саналады. Ал мысалға, әйел адамдардың дауысы табиғи болған уақытта осылай төмен дауыстар көбірек болу керек еді. Ал біз керісінше неге? Себебі әйел адамдар көбінде эмоционалды түрде біз тұрақсыздау боламыз. Кейде жылаймыз, кейде шыңғырамыз. Дәл осылай біз даусымызды бала күннен жоғалтып алады екенбіз. Так, осы дауысты қалпына келтіру, яғни табиғилықты қайтадан өзімізге қайтару, даусымызды төмен ету, бұл жаттығумен келетін, қалыптасатын дауыстар түрі. Яғни кез келген адам өзінің дауысы жоғары болған жағдайда күнделікті жаттығу жасай отыра дауысын қалпына келтіре алады. Дәл солай, сіз де өз даусыңызды қалпыңызға келтіргіңіз келсе, менің парақшамнан алыстамаңыздар. Парақшам пайдалы болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп, парақшама тіркеле отырыңыздар.